Bismillahirrahmanirrahim. Dursun nahu сабақтарын жалғастырамыз. Егерде бұлай деп айтсақ, ин тукрим зайдан, егер зайтты құрметтесең, яфрох уммуху, оның анасы қуанады деп айтсақ. Не істеп тұр? Ин деген сөзіміз, тукрим деген сөзінде жазым қылып жатыр, фиал шартты, және де яфрох деген сөзді жазым қылып жатыр, жауабы шартты. Яғни, мұна сөйлеммен тукрим зайдан деген бір сөйлем ғой. Және де яфрох уммуху деген екінші сөйлем. Осы екі сөйлем бір-біріне байланысты екенін осы күндерге қарап білеміз. Ин тукрим жазым болып тұр, демек бұл жауабы, шарты. Яфрох деген жазым болып тұр, демек бұл жауабы. Мұнау сөзбен мұна сөз екеуі бір-бірімен байланысты екенін біз байқаймыз. Ал егерде керісінше айтсақ не болады? Яфрох уммуху дегенді уммуху яфроху деп айтсақ қалай болады? Егерде бұлай десек, ин тукрим зайдан, егерде зайтты құрметтесең, уммуху яфроху, анасы қуанады деп айтсақ, мұна сөйлеммен естемей қалды, байланыспай қалды. Не үшін деген кезде мағынасы мынандай болып қалды мына сөйлемнің. Ин тукрим зайдан, егер зайды құрметтесең, бір сөйлем бітті, жаңа сөйлем басталды. Уммуху яфроху, зайттың анасы қуанып жүр. Не үшін қуанып жүргені белгісіз. Мынау басқа сөйлем болып қалды. Өйткені мына сөйлеммен мына сөйлемді байланыстыратын еш нәрсе болмай қалды. Ал бірінші сөйлемде мына сөйлеммен мына сөйлемді байланыстырып тұрған нәрсе не болып тұрған еді? Осы күндерін байланыстырып тұрған еді. Бұндай жағдайдан құтылу үшін не істейміз? Бұндай жағдайдан құтылу үшін енді ин деген сөз мынаны сүкін қыла алады, жазым қыла алады, ал умму деген сөзді жазым қыла алмайды ғой. Өйткені ол не? Ол исім. Исім жазым болмайды. Бұндай жағдайдан құтылу үшін бұл екі сөйлемді байланыстыру үшін уммуху деген сөздің алдына фә деген сөзді қоямыз. Фә деген харфты қоямыз. Фә деген харф нені білдіреді? Мұна сөйлемнің жауабы мұна сөйлем екенін білдіреді. Енді мағынасы өзгерді. Ин тукрим зайдан, егер зайтты құрметтесең, фә онда деген мағына білдіреді. Онда анасы не істейді? Қуанады. Ал егерде фә жоқ болса не болады? Егер зайтты құрметтесең, бір сөйлем бітті, жауабы бар, қаяқта екені түсініксіз. Уммуху яфраху. Зайттың оның анасы қуанып жүр. Не үшін қуанып жүргені белгісіз. Ол басқа сөйлем болып қалды. Сол үшін бізде фә деген не істейді екен? Шарт пен жауапты байланыстыратын бұл фә харф екен. Енді фә харфы қандай жағдайларда келеді? Кейбір кезде иннің, яғни фиал шарттың, жазым етуші харфтердің жауабында кейбір кезде не істейді? Фиал шарттың жауаптарында кейбір кезде фә келеді, кейбір кезде келмейді. Енді қандай жағдайда фә келеді деген кезде, оның бір ережесі бар ма деген кезде бар. Мына бір жағдайда фә келеді екен. Ереже былай деп айтылады: Иза лам юслих жауабу лиан якуна шартын. Ин ғой иза емес. Ин лам юслих иза десек те болады. Иза лам юслих жауабу лиан якуна шартын. Егерде жауап шарт болуға жарамаса, ваджаба иқтирануху бифә, онда фәмен байланысуы міндетті дейді. Не деп жатыр? Егерде жауап шарт болуға жарамаса, онда фәмен байланысуы міндетті дейді. Мысалы қалай болады? Мұна жауапты алып көреміз. Ин тукрим зайдан, егер зайтты құрметтесең, бұл бізде шарт қой. Фә уммуху яфраху, оның анасы қуанады. Бұл бізде жауап, дұрыс па? Уммуху яфраху деген жауапты аламызда шарттың орнына қойып көреміз. Ойша. Не істейміз? Мұнаны мынаға қойып көреміз. Қойып көрейік. Ин уммуху яфрах, егер анасы құрметтесең. Ин уммуху яфрах тукрим зайдан деп айта аламыз ба біз? Айтамаймыз. Өйткені ин деген шартты білдіретін харфтан кейін исім келмейді, дұрыс па? Исім келмейді. Демек, мынау жауабымыз шарт болуы дұрыс бола ма?
шарт болу дұрыс болмайды, шарт болуға жарамайды. Егер де бұл жауап ойша шарттың орнына қойып көрген кезде шарт болуға жарамаса, онда ондай жауаптың алдында не келу керек? Фә келу керек. Айтып жатыр. Ин лам юслих жауабу. Егер жауап дұрыс болмаса дейді. Мынау жауап дұрыс болмаса дейді. Лиан якуна шартан. Шарт болуы мүмкін болмаса дейді. Егер жауапты шарттың орнына қойып көрген кезде араб тілінің ережелеріне сәйкес ол шарт бола алмаса дейді. Мысалы, исім шарт бола алмайды. Не болады? Ваджаба ихтиронуху. Ондай жауаптың байланысу міндетті болады фәмен. Демек, ондай жауаптың алдына біз не қоямыз? Фә деген харфті қояды екенбіз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді тағы да бір мәселелер бар. Қалған мәселені иншаллах кітаптан оқып түсіндіремін. Айтады: "Ва иза егерде лам юслих дұрыс болмаса, ал жауабу жауап ли ан якуна шартан шарт болу дұрыс болмаса" дейді. Би ан былайша дейді. Жүмлатан исмиятан. Егер жауап жүмлә исмия болып, ал фи'лан далан ала талап немесе бір талапқа сілтейтін фиғыл болып, амақрунан би ма лан қад син сауфа немесе осы харфтермен бірге келіп, афи'лан жамидан немесе фи'л жамид болып, жауап осындай болып, осындай нәрселер жауап болып, содан кейін бар ол жауабымыз не болмаса, шарт болуға жарамаса дейді. Онда ваджаба иқтирануху бил фа, онда фәмен байланысу міндетті болады дейді. Наху, мысалы, вайн ямсаска би хайрин, егерде Аллах Тағала сені жақсылықпен ұстаса, фахуа ала кулли шейин қадир, ол бүкіл нәрсеге құдіреті жетеді. Бұл жерде бізде шартымыз не? Ин ямсаска, шартымыз. Сені егер ұстаса, жауабы не? Фахуа ала кулли шейин қадир, ол бүкіл нәрсеге құдіретті. Осы жауапқа қандай сөз қосылған? Фә деген сөз қосылған. Не үшін деген кезде, мынау хуа деген исім болып тұр. Жүмләтул исмия, жауабымыз жүмләтул исмия болып тұр. Ал жүмләтул исмия не істемейді? Шарт болуға жарамайды. Егер де осы жүмләні мына жерге қойып көрсек, ин хуа ала кулли шейин қадир деп айта алмаймыз. Өйткені ин деген харфтан кейін хуа деген не келмейді? Исім келу мүмкін емес екен. Иннан кейін не көру керек? Фи'л келу керек. Тағы бір мысал: "Қул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни", айт, егер де Аллах жақсы көрсеңдер, менің соңыма еріңдер деп айт дейді. Бұл жерде бізде шартымыз кунтум, мысалы. Егер сендер болсаңдар. Жауабымыз не? Фаттабиуни, менің соңыма еріңдер. Бұл фи'лун далун ала талап, талапқа сілтейтін бір фиғыл болып тұр. Сол үшін де оның алдына фә келіп тұр, жауабымыз. Және де бұл жауап шарт болуға жарамайды. Егер де фаттабиуни, иттабиуни деген әмірді иннен кейін келтіре аламыз ба? Шарттың орнына қоя аламыз ба? Ин иттабиуни, егер менің соңыма еріңдер. Қалай айтасың? Егер менің соңыма еріңдер. Болмайды ол. Яғни жауап шарт болуға жарамайды. Сол үшін не істейді? Оның арына фә қоюға біз міндеттіміз. Келесі мысал: "Вайн таваллайтум", егер де сендер бұрылып кетсеңдер, фама саалтукум мин ажр, мен сендерден ешбір ақы сұрамадым дейді. Вайн таваллайтум деген бұл бізде шартымыз. Ма саалтум деген бізде жауабымыз, жауабымыз. Жауап немен келіп тұр? Фә деген харфпен келіп тұр. Не үшін дегенде мақрунан би ма дейді. Егер де ма, лан, қад, син, сауфа деген сияқты сөздер жауапта келсе, онда фәмен келу керек. Және де ма саалтум деген не болға жарамайды екен? Араб тілінің қағидасы бойынша шарт болға жарамайды екен. Ин ма саалтум деп айтылмайды екен. Егер мен сендерден сұрамасам деп айтылмайды екен. Арабтың қағидасы бойынша мә деген сөз ин деген сөзден кейін келмейді екен. Вама яфалу мин хайрин фалан юкраху, егер де не нәрсені істесеңдер жақсылықтан, фалан юкфару, сендер юкфаруху,
сендер опасыз болып қалмайсыңдар, есесіз қалмайсыңдар, құралақан қалмайсыңдар, яғни сендерге өтемі берілмей қалмайды. Осы жерде ма яфалу деген бұл бізде шартымыз, лән юкфару деген бізде жауабымыз. Жауабымыз лән деген харфпен келіп тұр, сондықтан да оның алдына фә келу міндетті. Ин таскут фа саяқулун дейді. Ин таскут, егер сен үндемесең, фа саяқулун, ол ар айтады. Таскут деген шартымыз, фа саяқулун деген жауабымыз. Егер де мына жерде жазылған син келсе, ненің алдында? Жауапта син деген әріп келсе, онда не болады? Фәмен байланысып келуі міндетті екен. Ин ясруқ фақад сарақа ахун лаху мин қабл дейді. Ин ясруқ, егер ол ұрласа, фақад анығында сарақа ахун лаху мин қабл, оның ағасында бұрын ұрлаған еді дейді. Ясруқ деген бізде шартымыз, қод сарақа деген жауабымыз. Жауап немен келген? Қод деген харфпен келген міне. Қод деген харф келсе не болады? Онда алдына фә келу міндетті. Келесі, биллахи, Аллахпен ант етем, ин тарани ана ақала минка мәлі бәвәләді. Ин тарани, егер сен ойласаң, мені ақалла аз деп, минка сенен көрі, мәлін бәвәләді, малым, балам сенен аз деп ойласаң, фәаса, мүмкін ғой, Рабби, менің Раббым, айютияни хайран, жақсылықты маған беру мүмкін ғой дейді. Ин тарани, тарани деген бізде шартымыз. Жауабымыз не? Фәаса айютия хайран. Маған Раббым жақсылықты беру мүмкін. Егер де аса деген сөзіміз келсе, фиал жам, аса сияқты фиал жамитер келсе, онда фә дегеніміз келу міндетті. Өйткені аса дегеніміз не істемейді? Жауап болуға жарамайды. Ин аса деп, наны жауаптың орнына қойып, шарттың орнына қойып айта алмаймыз. Вәлі зәліка ашара ба'духум бил қаулихи. Осы нәрсеге нахушылардың кейбіреулері ишара жасады дейді. Исмиятун толабиятун ва жамид ва би мәлән ва би қад. Өлең шығарған түрі ғой енді. Яғни қандай сөздер келсе жауапта, онда фәмен байланыстыру керек, біз соны жаттауға оңай болу үшін осындай сөзді айтқан. Исмиятин, яғни жауапта исмия жауап келсе, мысалы фахуа аля күлі шайын қойдыр деп. Немесе талабия болса, мысалы фаттабияуны деген сияқты. Немесе жамид болса, мысалы аса сияқты, фааса рабби дегендегі. Аби мә, немесе жауапта мә, лән, қот деген сөздер келсе, онда не болады екен? Алдында фә деген харф келу міндетті екен. Уахардан алхамдулиллахи раббил алемин.